Мәссаған Алауша, сенің супер қабілетің бар ма? Ауаның жоғары ылғалдылығынан жарық сәулесі құбылып, үлкен көрінсе керек. Дұрыс айтасың, Бұғышақ. Дұрыс бара жатқанымызға сенімдісің бе, Алауша? Теңіздің шуын естіп тұрмын, бірақ ол көрінбейді. Тазы ханым бір ретте қателескен емес. Соның картасының арқасында іздегенімізді тауып жүрдік. Бәлкім, бұл жерде бізді теңіз мекендеушісі күтіп отырған шығар. Табылмасақ ше? Теңіз айдаһары? Достар, дүрлікпейік. Бір ғажайып болып, ол шынымен айдаһар болып шықса, біздің жылан онымен тез тіл табысады. Солай ма, жылан? Құрлық айдаһары аздай, енді теңіз айдаһарымен кездесеміз бе? Айдаһарлар менің арғаталарым деп талай рет айтып ем ғой. Бірақ теңіз айдаһарлары жайлы алғаш естуім. Ой, Ал керек болса. бұл тасталған тері ғой. Не еткен үлкен. Бұл кімдікі болуы мүмкін? О, қараңдар, шамшырақ. Шамшырақ деген не? Кітапта шамшырақтар теңізде кемелер адаспау үшін керек деп жазылған. Қызық, шамшырақ жанбай тұрса, кемелер оны қалай көреді? Оны жөндейік, жоғарыға кеттік. Көңілді естілет, кеттік. Бармай-ақ қойсақ ше? Теңіз айдаһары сонда тығылып жатса ше? Мәссаған. Шексіз аспан. Алауша, енді не істейміз? Шамшырақты жағайық. Сонда ғана мұнда кімді іздеп келгенімізді түсінеміз. Бұл не? Айдаһар бізге қарай жүзіп келе ме? Олай ойламайм. Теңіз айдаһарлары жоқ. Теңіз айдаһары шынымен бар ма? Бұл ғылымға сай емес қой. Өзім де солай ойлап ем. Аға? Тағы ма? О, бауырым, тағы кездестік. Бұл жерде не істеп жүрсіңдер, балақайлар? О, аға, айдаһар зұлым жоспар құрды. Ол жалғыз шоқ жұлдыз болып, бүкіл әлемді билеу үшін бұрынғы шоқ жұлдыздарды алдап, шалғай мекенге жіберді. Тазы ханым бізге жаңа үміткерлерді іздеуге көмектесіп жүр. Соның жазбаларының арқасында біз осында келдік. Иә, тұманның кесірінен адасып, кімді іздеп жүргенімізді білмей қалдық. Сөніп қалған шамшырақты көріп, оны жағып қояйық деп шештік. Сол үміткер менмін. Не? Онда бұл жерде не істеп жүрсіз? Әлде қашан тауда болуыңыз керек еді. Қалған жануарлар жиналып жатқан жерде. Балалар, ол ұзақ әңгіме. Тауға бармас бұрын соңғы рет жүзіп келейін дедім. Бірақ біреу шамшырақты өшіріп тастады. Сөйтіп жағаны таппай қалдым. Көмектескендерің үшін рахмет. Сендер болмасаңдар мұнда ұзақ жүретін едім. Бұл түлкінің қитұрқы әрекеті шығар. Абай болуымыз қажет. Алауша болмаса адасып кетер едік. Сізді де таба алмас едік. Алауша достықтың күшімен шабыттанған шығар. Сендерді мақтан тұтам. Қорқынышты болды. Соған қарамастан сендер берілмей мәселенің шешімін іздедіңдер. Нағыз қаһармандар ғанасыз. Айтпақшы, теңіз айдаһары. Оған кіріп шығу керек еді. Көріспегелі көп болды.
тізімдегі соңғы үміткерге де жеттік. Іздеудің де қажеті жоқ. Тамаша. Кенші болса да кіп-кішкентай екен. Сәлем. Қайырлы күн. Қандай көмегің керек? О, сендер жайлы көп естігенмін. Ерлік жасап, жануарларға көмектесіп жүрген батыл балаларсыңдар ғой, иә? Тазы ханым сендерді көп мақтайды. Демек, мұнда келген мақсатымызды білетін боларсыз. Не үшін келгендеріңді білем. Тазы ханымның сөзінше, жұлдызды аспан қорғаушылары болуға үміткерлер іздеп жүр екенсіңдер. Олай болса, ана жаққа. Бізді дұрыс түсінбеген боларсыз. Біз сізге келдік. Мен бе? Мен қарапайым кішкентай кеншімін ғой. Қаһармандық пен ерлік деген маған жат нәрсе. Қалай ғана мені таңдадыңдар? Сізді таңдаған Тазы ханым. Біз оған сенеміз. Қолымнан келмейді. Қорқам. Зұлым айдаһар сол жерде болатынын бәрі білет. Оған қалай төтеп берем? Жоқ, сіз жалғыз болмайсыз. Тазы ханым таңдаған басқа жануарлар да айдаһарға қарсы шығады. Жоқ, кешіріңдер балалар, бірақ ұсыныстарыңнан бас тартам. Бұл лауазымға кез келген басқа жануарды таңдаңдар. Іске сәт. Бұғышақтың бір ойы бар сияқты. Ақсақал айтып берген бір ертегі есіме түсті. Тышқанды бізбен бірге баруға көндіре алатын шығармын. Күн! О, күн! Сұрағыма жауап берші! Hello kids. Мен жақсы болмаймын аста. Мен жауап бере алмайды. Жоқ осы. Сұраймын. Әлемде ең күшті сенсің бе? Бұлт берем үшті. Бұлт мені жауып жерді көлі тұрады. Оған шамам жетпей. Ей, Болт! Бұл әлемде сен бәрінен күштісің бе? Ең күшті болсам, жел мені өз қалауынша айдамас еді. Әне, бұғышақ! Жел! Қазір жіберем! Сұрағыма жауап берсең болды! Әлемдегі ең күшті сенсің бе? Жарайсың, мен ұстау әркімнің қолынан келе бермейді. Мен бәрінен күшті болсам, мына тауды жылжытар едім. Бірақ оны қанша айналып жүгірсем де, бір елі қозғалар емес. О, Ұлытау! Неткен маңғаз едің? Айтшы, әлемде ең күшті сенсің бе? Мен бе? Иә. Әттең өне бойымда шұрықтай тесіп қытықтай беретін көк тулыға келген кішкентай тышқан болмаса, ең күшті болар едім. Таудың не дегенін естідіңіз бе? Асқар таудың өзі сіз сияқты күшті емеспін дейді. Иә, дұрыс айтасыңдар. Көп созудың қажеті жоқ. Қорғаушылардың бірі бол деп мәртебелі лауазым ұсынып тұрсаңдар, қорқатын несі бар? Қорғаушы болуға келсем, сиқырлы тауға барам. Я, іске сәт! Хе-хей! Тышқанды көндірді. Тышқан расыменде күшті, әрі батыл. Жай ғана соны дәлелдеп беру керек еді. Бұғышақ, енді сен ертегі маманысың. Ал достар, енді сиқырлы тауға барамыз ба? Сәлден кейін сиқырлы тауға да жетеміз. Мәсіған, кіп-кішкентай кезі. Ой. Қонақ келіпті ғой. Ал керек болса. Ой,
Армысыңдар балақайлар, сендер жайлы біраз естідім. Көп жақсылық жасаған нағыз батырсыңдар. Менің атым Қаңбақ, сиқырлы таудың қамқоршысымын. сәлеметсіз бе? Қамқоршысымын деймісіз? Қамқоршысымын. Сиқырлы тауға кіреберісте тұрып, аңдарды қарсы алам. Сондай-ақ бұл жерді қаскөйлерден қорғайым. Мәссаған, қызық екен. Тоқтаңыз, түсінбедім. Қазір таудың кіребесінде емес, шатқалдасыз ғой. Бұл жерде бір шикілік бар. Дәл таптыңдар, балалар. Сиқырлы тауға Айдахар мен оның қолшоқпары қу түлкі келді. Ол мені қуып, тауға ешкімді кіргізбеу үшін дәуді жалдады. Сондықтан қазір осында тұрақтадым. Таңдаулы жануарларды кездестіріп, қауіп төніп тұрған ескертем деп үміттенем. Сиқырлы таң ертең атады ғой. Демек, тезірек іске кірісуіміз керек. Алдарттарыңа қарамай қайда жүгіріп барасыңдар? Ол дәу ғой. Ол дәу қайда өзі? Ей шал, мен саған мұнда келме деп айттым емес пе? Айттың. Онда неменеге келдің? Балаларды ертіп кепсің. Өзің қорқып балалардың артына жасырынып тұрсың ба? Сен немене қарайсың? Қаңбақ ата шын айтыпты. Расымен де соншалықты үлкен емес екенсіз. Түсінмедім. Қаңбақ ата сен осындай кішкентай әлсіз екенді көргенде орнын берейін деп шешкенін айтты. Әй, күлдірдіңдер-ау! Аталарымның күші тасып тұрғандай. Шегім-ай! Оның күші көп. Сол үшін сен аяған ғой. Сенбейм. Қаңбақ ата киізін бірақ қолмен көтере салады. Қойш, киізі ауыр емес пе? Ал бұлай істей аласың ба? Әлі қанша күтеміз? Лақтырасың ба жоқ па? Әлде әлсіз екенімді мойындайсың ба? Қаңбақ ата тасты лақтырсам, аспанды тесіп кетпей ме екен деп қорқып тұр. Аспан тесілсе, жұлдыздардың бәрі үстімізге құлайды. Олар ауыр ғой. Енді Қаңбақ атаның қаншалықты күшті екенін түсіндің бе? Түсіндім. Енді шалды мазаламаймын. Ешкімді жібермеді бұйырған түлкі ғой. Әйтпесе ұрыс жанжалды ұнатпаймын. Өтінем, маған тиіспеңізші. Ей, байғұсым-ай, Айдахар мен түлкі сені ренжітті ме? Мойындауға ұялып тұрмын. Олар сүйікті шоқпарында тартып аламыз деп сөз көрсетті. Ал мен оны жақсы көрем. Шоқпарым болмаса өзімді қорғай алмайым. Түсінікті. Дәу, өзіңді сенімді сезіну үшін шоқпар жеткіліксіз. Өзіңе дос тауып ал. Қасыңда әрдайым қолдайтын досың болса, кез келген қиындықты еңсересің. Расымен де, өмірімде бірде-бір досым болған емес. Менің де досым жоқ, дәу. Бір-бірімізге көмектесейік, дос болайық. Мен сені сөзімнің, сен мені білегіңнің күшімен қорғайсың. Рахмет, балалар. Өздерің нағыз батыр екенсіңдер. Батырлардың көбі дәумен шайқасқан. Сендер болсаңдар мәселені төбелес-сақ шештіңдер. Алайда, алда сендерді ауыр сынақ күтіп тұр. Абай болыңдар. Ал мен аңдарды қарсы алып, таудың шыңына шығарып салайын. Аман болыңыз ата. Сау болыңыз, Қаңбақ ата!
Бес тәй-тәй! Бес тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.